Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін морковный пирог с крем-чизом дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға қантымызды, одан кейін бөлме температурасындағы жұмыртқаларымызды саламыз. Екеуін жақсылап, қанты ерігенше, массамыз екесе ұлғайғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Менде қолдың миксері болғандықтан біраз уақытты алады. Жақсылап осылай әдемілеп шайқаймыз. Одан кейін келесі кезекте морковымызды блендердің көмегімен езіп аламыз. Егер де сіздерде блендер болмаса, үккіштің ең кішкентай көзінен өткізіп аласыздар. Одан кейін сұйық массамызға морковымызды бірден саламыз. Одан кейін сұйық майымызды қосып, бір рет жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте електен өткізілген ұнымыздың үстіне қамырқопсқышты қосамыз. Толық рецепті видеоның соңында жазып кететін боламын. Одан кейін грек жаңғағын қосамыз. Оны да мен блендердің көмегімен езіп алдым. Блендер болмаса, оқтаумен де ессеңіздер болады. Оны да құрғақ массамызға салып, бір қайтара араластырып, бәрін толықтай сұйық массаға бірден саламыз. Алдымен лопатаның көмегімен осылай араластырып, кейін миксердің көмегімен бір қайтара миксерлеп аламыз. Духовкамызды 180 градусқа қыздырып қойып, формамызға құямыз. 180 градуста 35-40 минутта толықтай пысатын болады. Келесі кезекте крем дайындаймыз. Кез келген творожный сырға бір жұмыртқаны қосып, жақсылап миксерлейміз. Одан кейін кондитерлік мешокқа салып, осылай кремді әрбір жеріне жағып шығамыз. Немесе кремді жақпай-ақ бисквит ретінде пысырып, 2-3-ке бөліп, торт сияқты жинасаңыздар да керемет болып шығады. Міне менде 40 минутта пысты. Пирогымыз өте жұмсақ болып пысады. Толықтай суытқан соң формадан шешеміз. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде пирог өте керемет болып көтеріліп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ болып шығады. Пирогымыз өте биік болып шықты. Әрі жұмсақ болады. Одан кейін келесі кезекте бетіне ганаш жасаймыз. Ол әсемдеу енді өз қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Мен осылай сливкиді ысытып алып, бетіне шоколадты қойып, араластырып ерттім екеуін. Одан кейін пирогымызды алып, келесі жағына аударып, біркелкі тегіс жағына ганашымды құйдым. Осылай бәрін толықтай жан-жағына жағып, бетіне қалған грек жаңғағын қосып шықтым. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.